Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен интернет пен әлеуметтік желілердің қолдану туралы өтеміз. Біз сіздермен басында орнымыздан тұрайық. Бір-бірімізге жылы сөз айтудан бастаймыз. Бірінші нәрседен бастаймыз. Сіз оң жақ иығыңыздағы тұрған көршіңізге жылы сөз айтасыз. Қайда беріңіз? Кімге айтыңыз? Оң жақ иығыңыздағы қыздарға. Көршіңізге айтыңыз. Бізді көп жол аяқта. Жақсы, ар жақта. Ар жағдай. Қаттырақ, олар? Жақсы. Отыра қоямыз. Енді балалар, сіздер қандай жақсы жаңалық таратар едіңіздер? Қандай жақсы жаңалық айтасыздар? Кеше сіздер қандай жақсы жаңалық болды? Айта ғой. Айта ғой, ұялмаймыз. Айта ғой, қандай жақсы жаңалық болды? Кеше өтіп кеткен туған күндері. Өте дайындық. Тағы қандай жақсы жаңалық айта ғой? Кеше мен туған күндері сол жақсы. Молодец, туған күніңіз құтты болсын. Өміріңіз ұзақ болсын. Қазір туған күнімен деп айтайын, Ары қарай өткен күні менің қандасым туған күні болған, сол үшін ол жақсы жаңалық. Өте жақсы. Тағы қандай жақсы жаңалықтар болды? Айтып. Бүгін біз жаңа білім аламыз. Өте жақсы. Кім айтады тағы жақсы жаңалық? Кім дайындайды? Кеше жақсы жаңалық. Кеше қандай жақсы жаңалық? Кеше бүгін жақсы өйткені ертең сабақ болып өтпей. Өте жақсы. Тағы қандай жақсы жаңалық? Отбасында, спорт жағынан жақсы жаңалықтарыңыз бар ма? Айта ғой. Мен кеше ойлап, мектепте ертең күшті болады екен ғой. ТЖБ-ді бүкіл жазыстадық. Енді спокойно сабақ өтеміз деп ойладым. Өте жақсы. Жақсы, ондай бүгін біз сіздермен интернет желісі және одағы тәртіпті басқарудың үлгісін өтеміз. Интернет желісінде отырамыз ба бәріміз? Иә. Әлеуметтік желіде қандай сайттарда отырасыздар? TikTok. Одан басқа қандай? Facebook, Instagram, TikTok, тағы Snapchat. Snapchat'та отырасыздар ма? Шуламаймыз, жақсы, өте жақсы. Енді қараңыздар, жиі сол әлеуметтік желілердің ішіндегі ең жиі қолданатын желі. Ойын, негізі жиі қолданатындарыңыз қандай? WhatsApp желісін қай сыныптан бастап қолдана бастады? Тек қана қол көтерді. Айта ғой. Мен ойлағаннан екінші класстан өйткені мен екінші класстан 30 мектепке көшкен. Жақсы. Ал айта ғой. Мен 5 жасымда бірінші болдым. Жақсы. Ал сіздер? Үшінші сынып. Үшінші сыныптан бастап аштың, иә? Сіз? Екінші сыныпта
İlk sınıfta. Bayraklar verdiğiniz WhatsApp yerinizi 20. sınıftan WhatsApp kullanamız. Енді қараңдар, әлеуметтік желі пайдаланған кезде біз жақсы жағын пайдаланамыз ба, жаман жағын пайдаланамыз? Жақсы жағын. Әлеуметтік желінің жаман жағы бар ма? Ал, айтамын. Кейбір WhatsApp'та мошенниктер жазады. Ал мошенниктарға олар кейбір адамдар сене береді. Иә. Тағы? Мошенниктер Иә. звондайды. Жақсы. Ал сіздер ше, әлеуметтік желіні қалай пайдаланасыздар? Мәдениетті түрде пайдаланасыздар? Әдеби сөздермен сол кезде бір адамдар туысын немесе сол амалын сөйтіп алады. Оған иә, бір кісі деген звон байқамай не датты. Нүктеге береді айтады. Қайтап беріші деп сосын осы нөмерге жібереді да, мен дамбен болады. Ішіндегі ақшаның бәрін өзіне береді. Жақсы, сіз айта аласыз. Кейбір мошенниктер өз достарымен, туысқандарымен Қорқытады, иә? қорқытады. Әлеуметтік желіден қорқытады. Әлеуметтік желіде қорқыту, үркіту не деп аталады? Буллинг. Қандай буллинг? Өте жақсы біледі екенбіз, иә? Енді, ал айтамын. Менде бір жағдай болған. Мамам бір заттарды сатқан еді. Оған бір мошенник жазған. Мен сізден бір шалбар алған болған екен. 5000 теңгеге. Я болады, әрине деген мамам. Сосын ол данный біліп қойды мамам. Сосын мамам оған звондаған. Сосын ол алмай тұрып, уже банковский нелерді біліп қойған. Ал мамам тез банкқа барып өз карточкасын жауып тастаған, ол да счет. Жақсы. Өте жақсы. Енді бәрін алдыңызға дәптеріңізге жазасыз. Әлеуметтік желісінің ортасынан бөлеміз да, пайдалы жағы, пайдасыз жағы. Екіге бөліп, мұн жағына плюсын қосуын жазасыз. Плюс қажетті. Мұн жағына минусы. Жақсылап ойланып жазамыз. Жаңа көп заттар атадыңыздар, иә? Қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, иә? Енді ойланыңыздар. Әлеуметтік желінің зияны жағы қайсы, пайдалы жағы қайсы? Жақсылап ойланып жазасыздар, содан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Жақсы болды ма? Жоқ, бұл. Ал айта қойыңыз. Скашамызда Аха. плюсы әр жерде адасып қалсаң телефонмен звондауға болады. Аха. Ал минусы мошенниктер көп, плюсы телефон ыңғайлы, ал минусы вирустар өте көп болады телефонда. Және де телефонда телефон көзді ауыртады. Жақсы. Айта қой. Плюсы достарымен және отбасымен сөйлесу. Минусы мошенниктер және алдақшылардан алдану. Иә, жақсы. Отырамыз. Тағы кімді айта қой. Минус мошенник, кибербуллинг, вирус. Плюсы сөйлесуге болады. Нақты нәрсе білуге болады, карта. Жақсы. Тағы кімді айта қой. Плюсы достармен сөйлесе аласың. Иә. Және осымен оның өзі адасып қалсаң көкесің. Минусы ол жақта боқтайтын адам көп. Бұның үстінде мошенниктер көп. Көзді ауыртады. Жақсы. Айта қой. Пайдасы ол жақта неше түрлі хабарландырулар оқуға болады, естуге болады. Зияны ол жақта мошенниктер болады. Ол бір айда сатындаулар оларды жақта болады. Жақсы. Отырамыз. Тағы. Ал айта қойыңыз. Айта қой. Ал айта қой. Әлеуметтік желілерде пайдасы бар себебі ол жерде өз жұмыстарына достарына жібере аласың. Әлеуметтік желі жұмыстары бар. Ол жерде мошенниктер бар. Жақсы. Айта қой. Ол жақта көп хабарландыруларды естиміз. Академик керек сипатты айтады. Мошенниктер көп оқырады, Өте жақсы. Тағы айтатыныңыз бар ма? Айтамыз. Жазасыз ба? Болды ба? Дедік? Иә, айта қой. Біз әлеуметтік желіде көп боламыз. Аха. Жақсы. Айта қой. Плюсы әлеуметтік желіде жақсы адамдарды білуге болады. Өте көп ақындарды көптеген видеокүн кестесі туралы және қажетті спорт туралы минусы мошенниктер және әлеуметтік желіде боқтайтын адамдарды түнейтін видеолар және қорқынышты видеолар бар. Сол баланың психикасын бұзады. Жақсы. Айта қой. Барлық ақпаратты білуге болады. Мошенниктер Айта қой. Плюстары пайдаланушы безопасности бар, хабарландыру ыңғайлы. Минустар мошенниктер айтады, вирус шыққанына бұзады. Жақсы. Қыздар алшақта айтамыз ба? Айта қой. Кейбір ойындарда әртүрлі нәрсе болады. Анда боқтай, немесе бір жаман нәрсе жасаған, сол үшін ол балаларға психикасы балалар өзі бірдеңе күшаларда секіріп, бірдеңе Өте жаман ойындағы сұлу болады. Әртүрлі жаман ойындар бар, иә? Жақсы. Енді қараңыздар. Бәріміз әлеуметтік желі туралы айттық, иә? Жақсы жағы, жаман жағы, жақсы жағы кітап оқуға болады ма әлеуметтік желі? Болады, иә? Әлеуметтік желі арқылы өзіне керекті ақпарат алуға болады ма? Болады.
Жақсы жағы. Енді минус жағы қандай? Машинадан бөлек. Қажет жоқ сайттарға ойламастан кіріп кетуіміз мүмкін. Мысалы, интернетте іздеуге кіріп кетсеңіз, мен айтамын. Тағы да басқа минусы интернет арқылы сіз туралы ақпаратты біліп қойыңыз. Сіз туралы ақпаратты білмес үшін сайтты ашқан кезде біз өзіміз туралы ақпарат жазамыз ба? Жазамыз ба? Жазасыздар ма? Тексерілген сайттардың өзінде өзіңіз туралы нақты ақпаратты жазуға болмайды. Мархабатпен қоюға болады, иә? Сіз ашқан желіге фотосуреттерін қоямыз ба? Қоймаймыз. Неге? Өйткені мошенниктер сен бетіңді біліп алып, Sen benim okuyordun sonra akşamları olsun. Сондай ақпараттармен кейбір ойындарда бар, балалардың жастарын, орын қайда тұратынын сұрайды. Кездескенде ол ойындарға өтірік дәмін жазасам, Oyun var zaten. Adresimiz yazsan, oyun bala karnına koyup yazsan, manyakları, son manyak zaten tutken olsun. Son adresinde yazganda, merhaba, bala, kaç bala falan. Жақсы, енді біз сіздермен көп ақпарат алдық, иә? Енді сол ақпаратты бір-бірімізге таратып ойын ойнаймыз, иә? Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Сіздер ақпараттық желінің сымы боласыздар. Қолдарыңызды ұстайсыздар. Сіз мындақта ұстаңыз. Мен мынадай, мындақта ұстаңыз. Бер қарап сіз ағақты қолмастаңыз. Siz bir takalımda nasıl bir dakika? Sürüyorsunuz. Artık böyle vallahi yaptırıyorum biraz. Sürüyor koy. Ya. Şimdi hadi. Al basın. Size basın. Hey. Akbarat böyle akbarat. Siz bir akbarat. O internetin yeni bir sitesinde ya. Skorsa azlar. Yeni tiye dönüştürdüm. Akbarat tiye dönüyor mu dedi? Geldi ya para. Anahtar tutuyor tabii. Tabii. Para geldi. Yok öyle. Aynen bir buradan. Kalau sports kuliah var. Bir ya kira para diyorum. Doğrularında. Kira para diyorlar. Şimdi şunun spor kuliah. Olabilir mi? Tamam. Akşamdan bir okumuşum, münakadan bir okumuşum, münakadan bir okumuşum. Üç okumuş gerek var.
Ama yine karangıda nerede kağıt var? Üç kağıt kanda bağlasın. İşimizden okuyumuz. İşimizden okuyumuzlar. Tutun sonra yani konuştuğunuzlar. Anakçılar kovular. Yaxşı mı? Yani onu ko'rsatasiz mimikani. Aytmaysiz. Al sizlar kavlashdir. Bu kishilar qanday ne ko'rsatibdi? Mimika. Emotsiya. Emotsiya. Shunda ish bo'lsa, shu ko'rsatib mimikani sizlar o'zlaringiz kavlasizlar. Ko'rasizmi? Qaysi ko'rsatadi? Al shunday Maxim var, Alex var, çok Alex var, paket al, al. Yok, yok, yok. O gibi yok ki. Yok, düzgün. Сыпали. Так, вот Макс, так, тоже молодец. Киресы, Макс. Ay, bu söyledi. Bu söyledi adam. Ja, ko'p söyleydi adam. Endi biz sizlarga hozir aniqlashtiramiz. Endi qaranglar. İnternetda o'z chegaramizni qo'rg'ay bilishimiz kerak, ya. Endi birinchi qadam biz chegarani qo'rg'ov kezida boshqalarning jeki chegarasini buzmoq. Misoli, qalay? Birovning akkauntini parolini bilib olmoq. Misol, do'stim bor seni. Do'stim sen akkauntini parolini ber desang, siz berasizmi? Menga bo'lmaydi. Bundan aytamiz. Sizlar bildaysizlar. Birinchi, boshqa birovning suratini internetda ruxsatsiz jariyalashga bo'lmaydi. Boshqa odam joyida jiddiy ma'lumotni berida bo'lishga bo'lmaydi. Sizdan xabarlaringizga javob bergisi kelmaydigan odamlar xabarlarga beruvni jalg'ashtirishga bo'lmaydi. Ikkinchi, boshqalardan erkinlikdan жағымсыз және келісілетін хабарлamalar жіберу немесе оларда адам хабар алмашу тобына шығу тегін терісі туралы айту дұрыс емес. Егер жағымсыз мәлімдемелер жалпыланып белгілі бір адамдар тобына қатысты болса, мысалы барлық иммигранттар, қылмыскерлер туралы айтылса, оны сіздерге топта жариялап айтуға болмайды. Енді үшінші, жағымсыз коммуникация дейді. Басқа біреудің суреті жайлы жағымсыз пікір қалдыру. Мысалы, болады ғой, WhatsApp-та біреу суретін салып қойса, ой, ана суретін қараш,
ko'zi qisib qolibdi немесе quloq qalqib qolibdi degan kabi so'zlar yozuvga bo'lmaydi. Başka adamga arzil ретінде bayqаңызlar. Arzil ретінде дегенмен көңіл ететін хабарлamalar жіберген фотолар, видеороликтер жіберуге болмайды. Мысалы, әзіл деп жібересіз, Ой, анау пончик екен, пончиктің суретін жібересіз. Олай болмайды. Енді қараңыздар, келесі төртінші хабарламаларды қате түсіну. Қазір мен жіберушіні көрмеген кезде өте қысқа хабарламаны эмоция тіпті бас бармақ белгісі хабарлама алушы қателіктен салуы мүмкін. Мысалы, сіз танымайтын адам сізге WhatsApp-тан хабарлама жіберсе, сіз қойшы мен смайлик жібере саламын немесе қандай жарайды, окей деген жібере саламын десе, ол болмайды. Себебі ол адам сізден уже не алады? Сенімді түрде хабарласуға болатын туралы біліп алады. Сосын әзіл ретінде жіберілген хабарлама не істейді? Ауыр тиеді. Енді қазір біз сіздермен бейнеролик көреміз. Ол бейнероликте сіздерге интернет желісінде өзін қалай ұстау керектігі туралы түсіндірме жүргізіледі. Қазір тыңдаңыздар. Bugünkü teknolojinin taqribimiz internet желісінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік. Желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы. Есіме қалады сақтап ал. Ақпарат, информация, information. Біз әдеттегідей үш тілде деген сөзді есімге сақтап аламыз. Және балалар, интернет және ақпарат деген сөздерді міндетті түрде ұғынып ал. Интернет ақпаратты сақтайтын және тарататын әлемдік желі. Ақпарат қоршаған ортадағы түрлі мәліметтер мен құбылыстар. Балалар, сендер білесіңдер, компьютерде, планшетте, ұялы телефондарда интернет бар. Алайда компьютерде, планшетте, ұялы телефонда интернет болу үшін міндетті түрде модем құрылғысы қажет екен. Есіңе сақтап, жаттап ал. Модем. Балалар, интернет желісінде жұмыс істеу интернетті байланыстыратын программа деп айтуға болады. Алдарында төрт браузердің түрі көрсетілген. Біріншісі Google Chrome, екіншісі Opera, үшіншісі Mozilla Firefox, төртіншісі Microsoft Edge деп аталады. Есіңе сақтап ал, қазір осы браузер бойынша тапсырма орындағанда керек болады. Балалар, мына суреттерге қарайық. Бірінші, интернеттегі барлық ақпаратқа сенбе, таныспа, мекен жайыңды, нөміріңді жазба. Екінші сурет бойынша, интернетті ұзақ тым пайдаланба. Өйткені оған тәуелділік пайда болуы мүмкін. Әрі компьютерді ұзақ отырған зиян. Үшінші, интернеттегі әр ақпараттың өз иесі бар. Оны мен ойлап тапқанмын. Мына тапсырмалар менікі, мына тақпақты мен ойлап тапқанмын. Мына суретті мен салғаным деп авторлық құқықтарды бұзбау керек. Төртінші сурет. Өзің білмейтін сілтемелерге баспа, ұтысқа қатыс, сыйлық ал деген шақыруларға сенбе. Бесінші сурет.
Күдікті сенімсіз әрекеттер болған жағдайда ата-анаңа хабарла. Сенің ең жақын досың ата-анаң. Соңғы сурет. Бейтаныс адамдармен сөйлеспе және кездеспе. Абай бол. Балалар, егер де ұялы телефон арқылы немесе ойын ойнап отырған кездегі хабарламалар арқылы біреу өзіңмен танысып, кездесуге шақырса, оған жауап бермейсің, бермеген дұрыс. Ал осы видеодан не түсіндіңіздер? Ал айтам. Бірінші оқуға көтердіңіз ба? Осы видеода мен түсіндім, бейтаныс адаммен сөйлеспе деп. Ана бізде бір екі апта бұрын бізге Санаргүл мұғаліміміз видео көрсеткен, жаһандық құзыретінде. Бейтаныс адаммен ешқашан сөйлеспе деген. Бір адам таксимен келе жатыр ғой, оның машинасы болған. Сосын бейтаныс адам ол машинасына отырған, ол тоқтап қалған ғой, ал сосын кейін соң ол құбыжық болып шықты. Сол кезде ол соны ойлап, ол ары қарай жүріп кетті. Жақсы, отыра ғой. Видеода не түсіндіңіз? Бейтаныс адамдармен Айтуға болмайды. Енді қараңыздар, бір ел болды. Қандай тізімеге басу керек десе, айтамын. Қандай тізімеге басу? Ойынға қатысып, ұтып ал деген тізімелерді істемейді. Ақша береді. Иә. Қатыспау керек, иә? Әрбір жердегі заттардың өз ниеті бар екенін білдіріп, ол әртүрлі қазиналар андай, сыйлық алғандай, міне сайттарға кіру керек екенін білдім. Жақсы, енді сіздерге үйге тапсырма. Үйде сіздер бұрынғы уақытта әлеуметтік желісіз қалай хабар хат алмасып отырған? Бос уақытын әлеуметтік желісіз қалай өткізген? Мысалы, ата-аналарыңыз қалай, ол кісілерге әлеуметтік желі деген болған жоқ қой. Сол кезде қалай өткізген, соны зерттейсіздер, келесі сабақта маған айтып бересіздер, жақсы ма? Әлеуметтік желіні біздің ата-анамыз, ата-әжелеріміз қалай пайдаланған, қалай қолданған. Ол уақытта хабар алмасу, бір-біріне деген ілтипатты жеткізу қалай жеткізілген. Сол туралы біздер тауып келесі сабақта сынып сағатында айтып
пайдалы келесіздер, жақсы ма? Енді бүгінгі сабақта сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын мен, иә? Бір қайталап өтейін бе? Бүгін әлеуметтік желінің жақсы жағын, жаман жағын айтып өттік, иә? Бәрімізге қызықты болды деп ойлаймын. Келесі сынып сағатында кездесеміз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.